Сәлем оқырман. Зухра мен Бексұлтанның ара қатынасы енді шынымен де шайқалғаны білінді. Қанша дегенмен эфирге көп мәселелері желіге шықты. Зухра өзінің ішіндегі жиналып қалған уайымын сыртқа шығарды. Бексұлтан болса эфирге келмеді, неге екені белгісіз енді. Зухра болса желіге өзінің жазуларын қалдырған болатын, соны сізге оқып көрейін. Мен бүгін ешнәрсеге желанием жоқ. Енді дүйсенбі эфирге келіп барлық әңгімені айтып беремін. Естісеңіздер жаға ұстайсыздар. Мен осы күнге дейін көп нәрсені айтпаппын. Бірақ қазір енем де мені кінәлап жатыр, шындықты басынан естісін. Қанша жақсылығымды ешкім түсінбейді де көрмейді екен депті Зухра. Жалғыз баласын өзі алға сүйреп бағып қаққан мама, мен саған жұлдыз беремін, өйткені сен өзің жұлдызсың деп жүр екен. Бүгін деді Зухра, мен эмоционально сөніп қалдым. Ерасыл мені қуантып жатыр, маған келген сіздердің толассыз қолдауларыңызға рахмет деп өзінің оқырмандарына алғысын білдіріп жатыр. Енді эфирде шет жағасын естідік, шыны керек жаға ұстатарлық жағдай секілді. Зухра оны қалай шыдап жүрді. Сыртынан қарасан өте үлгілі отбасы еді, сүйсініп қарайтын тек. Ал шыны керек осындайда іштегі былықтары бар екен. Зухра қайта татуласуға ойы жоқ секілді. Ал Бексұлтан ше, оның ойы қалай? Мен сіздерге айта кетейін, жаңа қаражат неге бөлек ұсталады деп әңгіме айтылып жатыр ғой. Мен сіздерге былай айтайыншы, мен өзімнің отбасымнан бөлек, мен бөлек тағы да екі отбасын асыраймын. Ол менің екі қызым, және де менің ата-анам, бауырларым. Желіде болса баяғыша өзінің өлең шумағын қалдырыпты, оқиын. Не айтайын, не дейін, айтарым жоқ. Жас болсам да өмірден байқарым көп. Отырмын қазір көзім бақырайып, сіздерге қайырлы түн айтамын деп. Таңертең қалай енді тұрамыз де. Жүргендеймін адасып құла түзде. Осы күні жүрекем мақтанбай кім. Көбісін жүрегіме қатталмаймын. Бүгін ғана мәз болып жүргенде ертесіне жанымды таптар қайғым. Тиықталам көп сырда ақтармаймын. Өйткені ересекпін, атпалдаймын. Әр ісім жаратушым Аллаға аян. Сол үшін көп алдында ақталмаймын деп өлең шумақтарын табыс етті. Қалай ойлайсыздар, эфирге Бексұлтан келеме? Бәрі жақсы болады, жақсылықта, жамандықта бір Алладан деп бір жазуын қалдырды. Пікірлеріңізді оқып көрейік. Зухра негізі бар шындығын айтып шырпыр болып отыр. Бексұлтанға қарасан жалқау сияқты ғой. Постоянно стористарын қарап отырамын ғой. Не тірлік болса да Зухра шешіп жүгіріп жүреді ғой. Зухраның арқасында тойға ұсыныс көп болып жатыр ғой. Бексұлтан үйінде бір бала ұстап шеге қағып үйлерін ремонт жасағанда жұмыс істеп жүргенін көрмедік қой. Мен Зухраға көбірек сеніп отырмын, пысық азамат болса. Осы уақытқа дейін анасына зәулім сарай салып берер еді. Зухраның пысықтығы көрініп тұр ғой, үйді алады, көлік алады. Ал сіздің ойыңыз қалай?